Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Видеоролик торсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписка тетумелерін басып, жұлдызды өмір болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырыңыз. Ал онда біз бастадық. Facebook, Instagram, TikTok бәрі Төреғали болып кетті ғой. Полиция бөлімшелерінде өтірік өліп жатқан болып, қасындағы әйелі әке-шешесі жүгіріп жүр. Фу, қандай жиренішті. Еркек емес екен, еркек адам басымен істегенін мойнымен көтереді, өтірік айту қалу, әке-шешесін салу, қарындасын салу. Ең сорлы өзінің қаратқан басын құтқару үшін үйіндегі ауру баласының артына тығылып, адамдардан аяныш сезімін туғызғысы келеді. Сондан кейін Төреғали көшедегі баласын құшақтап қайыр сұрап отыратын әйелдерге бәрі бірдей. Сондағысы қашып отырғаны айып болма, не жүргізуші куәлігін алып қояды деп дейді ме? Құрметті полиция қызметкерлері, Төреғалидің сұрағанын беріңіздер. Өзі үшін болмаса да үйіндегілердің сырқат қызы үшін беріңіздер. Сонымен қоса өзі үшін болмаса да үйіндегі сырқат қызы үшін беріңіздер. Жүргізуші куәлігін қайтарыңыздар. Біз халық болып айыппұлын төлеп берейік. Сырқат қызының артына тығылған Төреғалида намыс, ар-ұят деген атымен жоқ екен. Кейбір жігіттер болады ғой, қыздарымен жүріп, екі қабат болғанына жауапкершіліктен қашып тастап жүретін. Міне сол Төреғали сияқтылардан шығады. Істеген нәрсесін мойнына алмай, бір-біріне ұқсамайтын, қырық өтірікті айтып, өтірік өліп қалады. Фу, даже айтып келмейді ше, камерада барлығы жазылып тұр. Экспедиция нәтижесі де сондай. Соған қарамастан осылай нәтижесін жасады деп белгілеп кетті Instagram, Facebook парақшасында осы кісі. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау-саламат болыңыз.